Қасқыр кірпіні жемек болады. Алайда өзі жараланып қалыпты. Мәссаған. Сәлем, балақай. Қалың қалай? Жақсы ма? Керемет. Ал бүгін мен саған қасқыр мен кірпі жайлы ертегіні әңгімелеп беремін. Ал сен тыңда, жарай ма? Ертегі басталды. Орман шетінде домалап бара жатқан кірпіні аш қасқыр бас салады. Бірақ тұмсығы мен тамағы қанға боялып шыға келеді. Өзінің озбырлығын, қомағайлығын білдіргісі келмеген қасқыр кірпіге былай дейді: бетіңнен сүйейін деп едім, сен ақ қырынбайды екенсің, ғұмыры, деп сылтауратады. Ал кірпі болса, өзінің инелерінің арасынан тұмсығын сәл шығарып, сықылықтап тұрып күледі. Асықпа, Қасеке, сендердің азуларың түгел қағылып біткен кезде мен де қырына бастаймын. Ал кірпінің инелері не үшін керек екен? Ол жыртқыш аңдардан қорғану үшін керек екен. Міне, балақай, кірпінің сыртындағы инелері өзіне қорған екен. Осындай жыртқыш аңдардан қорғану үшін керек екен. Ал сен оны білдің бе? Біледі екенсің, жарайсың. Ал жақсы, балақай, мен сенімен ертеңге дейін қоштасамын. Менің күнделікті ертегілерімді жіберіп алмай тыңда. Келістік пе? Келесі кездескенше сау бол.